Ереке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сонымен талқыға түсетін тақырып бүгінгі. Жақында естіген шығарсыз біздің деректер Қытайдың парақшаларынан табылды. Өте қызық мәселе. Қалай болу жүр осының барлығы? Енді оған жауап беру керек. Әрине, бізде министр Мусин деген азамат бар. Сол кісінің министрлігі жауап беру керек еді, бірақ бүгін эфирге келмеді. Сонда да біз талқылаймыз ол тақырыпты. Кешер қадірлі көрермен, елде соңғы жылдары жалпы кибер шабуылдар саны өсіп жатыр. Енді бұл бір жағынан заңды құбылыс, себебі елде цифровизация дамыған сайын кибер шабуылдың болуы да заңды. Әсіресе соңғы мәліметтерге сәйкес қазақстандықтардың Қытайға жеке деректерінің кетуі жарияланды. Жалпы Ресейде де сондай Ресейге кетіп жатқан тенденция да байқалады. Қытайлық хакерлер 2 жыл бойы Қазақстанның маңызды IT инфрақұрылымына шабуыл жасаған. Кибер шабуылдарды талдау және тергеу орталығы осындай жалпы қорқынышты мәлімдеме жасады. Жеке персоналды мәліметтерді қорғау қалай жүзеге асып жатыр? Қаншалықты біз сенімдіміз? Неге мәліметтер жалпы кетіп жатыр? Бұл қандай салдарға әкеліп соғуы мүмкін соңы? Қазақстан азаматтары қалай қорғанып, жалпы нені ескеру керек? Жалпы бізде ақпараттық немесе осы IT гигиена деген бар ма? Қазақстан азаматтары бүгін еліміздегі жалпы кибер қауіпсіздік тақырыбын талқылаймыз. Сонымен қатар ақпараттық деректердің таралуына да мәселелер көтеретін боламыз. Студияда сіздермен Ерболат Мұхамеджан. Студия қонағы бүгін әрине бізде бір адам. Себебі біз министрліктен де күткен болатынбыз. Арман Әбдірасылов, IT және ақпараттық қауіпсіздік бойынша халықаралық сарапшы. Қош келдіңіз, Арман мырза. Ассалаумағалейкум. Ғизат Маханов, сонымен қатар Zoom арқылы тікелей байланыста робототехника және жасанды интеллект сарапшысы, Астробот оқу орталығының басшысы. Ғизат мырза, естіп отырсыз ғой бізді? Ерболат, естіп отырмын. Кешір. Сонымен қатар бізде Назерке Сейдан, программист, инженер. Назерке ханым, естіп отырсыз ба? Иә, тыңдап тұрмын. Керемет. Енді кибер шабуылдар талдау және тергеу орталығында 2024 жылдың 16 ақпанында GIT Hub ресурсында Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік министрлігінің мердігерлерінің бірі қытайлық Айсун компаниясының құпия деректерін ағызу жарияланғаны хабарланды, нақтыланды. Ол Chengdu 404 пен байланысты, енді ART 41 деп аталатын Қытай кибер барлаумен басқарылатын құрылым. Арман мырза, сіз айтып өтесіз бе, жалпы қандай деректер, нақты деректер бұзылған бұл жерде таратып айтып өтсеңіз? Бұл негізді қарапайым адамға айтатын болсақ, бұл 2 жыл бұрын, 2021-2022 жыл болған оқиғалар. Ол әрине біз кибер қауіпсіздік саласында жұмыс істегеннен кейін біз ішкі ақпаратты біліп отырып, қазіргі кезде бұл ақпарат жарияланғаннан кейін елдің бәріне білініп отыр. Бұл оқиғаға біз 2 жыл бұрын хабарлап, сол кезден бастап біз өзіміз Қазақстанның өзінің қалқанның кибер қауіпсіздігінің дәрежесін жоғары көтеру керек екенін айтып отқаны белгілі. Бірақ сонымен бірге бұл ақпарат жабық ақпарат болғандықтан, тергеудің құпиясы болғандықтан біз ашық түрде талқылаған емеспіз. Ал 2 жыл өткеннен кейін өзімізге де бұл бір түрлі не болып тұр, жаңалық болып тұр. Қытай группировкасының бірі бұл ақпаратты жоғалтып, жарияланып, енді елдің бәріне белгілі болып жатыр. Неге қазір шықты? Әрине біз бұны біле алмаймыз. Бұл Қытай елінің сол деректермен жұмыс істеген группировкалардың жоғалтқаны ма, мүмкін бірімен бірі ұрысқап жариялағаны ма, ол жағын білмейміз. Бірақ ол деректердің ішінде қазақтардың азаматтардың деректері ғана емес, басқа елдердің деректері де болады. Түркия елдерінің деректері болады, Индия, Тәжікстан, Өзбекстан, осы Орта Азияның елдері бар. Бірақ соның ішінде әрине Қазақстанның деректері көп. Сондықтан қазір бұл деректер енді интернетке түскеннен кейін, оны біздің министрлік немесе біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті ғана емес, басқа елдердің қауіпсіздік органдары
онымен бірге басқа елдердің жаңағы барлау органдарды жаңа тексеріп, онымен бірге әрине дүниежүзілік хакерлер де пайдаланып жатыр. Енді шабуылдаушылардың мақсаты мәліметтер базасы сияқты жалпы ақпарат және нақты олардың нүктелік ақпараты болған, яғни геолокациясы, сондай хат алмасуды, қоңыраулар және қозғалысты бақылау. Бұл қаншалықты күрделі, яғни нақты қандай ақпарат деректер тараған деп отырмын да? Өте дұрыс сұрақ. Негізі былай қарай түсіндіретін болсақ, бұл өз ақпараттың ішінде жаңалық жарияланған жаңағы бірнеше ұялы байланыс компаниялар бар. Сол ұялы байланыс компаниялардың администратор деген, администратордың жаңа түгел жаңа мүмкіндіктері болған. Ол әрбір сондай ақпаратты ала алу. Кез келген ақпаратқа қол жетімді болып отыр 2 жылдың ішінде. Ол сіз қай жерде болғаныңыз, қай жерге қоңырау шалғаныңыз, сіздің телефоныңыз басқа жерге ауыстыру, өшіріп тастау, кіммен хабарласқаныңыз, сіздің сөйлескен жаңағы біреумен сөйлескен ақпаратыңызды шығарып алуды, тыңдауды және басқа жаңағы мүмкіндіктер бар болған. Біздің қазақстандық компаниялардың ба? Қазақстандық азаматтардың, қазақстандық компаниялардың жаңа біз аталған сотовый компания дейміз. Сотовый компания супер администраторы болған ғой. Қайсысы? Қай компания деп атсыз ба? Әшейін жаңа телевизияда атын айтпағаннан кейін. Айта беріңіз. Кесел компания бар, Билайн компаниясы бар, және басқа компаниялар бар. Сол компаниялардың жаңа администраторы болып, администратор құқықтарын жаулап алып, сол құқықтарын пайдаланып, жаңағы сол компаниялардың пайдаланушы біз өзіміздің азаматтарымыз ғой енді, абоненттер. Сол абоненттің ақпаратын түгел. Бұл оңай ма сонда? Қорғалмаған ба сонда компаниялар? Компаниялар қорғалмаған қазір айта алмаймын. Сіз айтып отырсыз. Бірақ қорғалу жеткіліксіз. Жеткіліксіз. Жеткіліксіз болған. Сол біріншіден, екіншіден жаңағы бұл ақпаратты жарияланғаннан кейін тергеу жұмыстары басталды. Ол тергеу жұмыстары осы 2 жылға дейін уже аяқталып біткенде шығар. Оларға қандай да бір сол компанияларға шара қолданылу қажет па негізі? Мысалы Кейсел, жаңа сіз айтып отырған Билайн. Біздің ойымша әрине қабылдану керек. Мысалы қандай шаралар қабылдану керек? Негізі егер мысалы мен бір ақпаратты естідім да. Осыдан біраз уақыт бұрын мүмкін танисыз, сіздердің әріптестеріңіз Әсел Жанасова бізде уәде бағдарламасында қонақта болған кезде маған сұхбат берген. Мен ол кісінің ойын сұрадым. Жалпы деректердің тарауына байланысты, деректердің осылай шығып кетуіне байланысты қандай да бір жауапкершілік болу қажет па деген кезде ол кісі маған мынандай бір қызық кейсті айтты. Британияда жұмыс істеген кезінде, Лондонда, дәл сондай ақпарат тарап кеткен. Енді ол кішігірім компанияның ішіндегі. Сол кезде компанияның ішіндегі ақпарат тарап кеткені үшін сол деректері тараған адамдарға өмір бойы төлейді, айыппұлын төлейді, сақтандыру шаралары, тіпті айыппұлдың өзі миллиондаған дейді, доллар болды дейді. Ондай тәжірибе бар. Яғни тіпті бүкіл ол жерде сондай бір керемет ақпарат болмауы мүмкін дейді. Бірақ сондай жауапкершілік көрсетті дейді да. Бізде бұл процесті естімейміз. Бізде немесе бір халықтың алдына шығып, дәл осы компаниялар болсын, немесе министр болсын, бірден кешірім сұрағанда байқамаймыз да. Қалай ойлайсыз, жалпы бізде осы ақпаратты қорғаудың мәдениеті де қалыптаспаған ба? Сіз бұл салада істедіңіз ғой ұзақ жылдар. Сондықтан маған сіздің сарапшы ретінде ашық ойыңыз маңызды. Өте дұрыс сұрақтарды қойып отырсыз. Біріншіден жаңа ондай мәдениетіміз жоқ. Бізде жаңа өзіміздің айтқандай жақсы жаңалық болса, басқа адамдардан озып барып мақтанғанға тырысады мысалға. Ал осындай қиыншылықтар жаңа тудырған кезде елдің бәрі жаңа өзіңіз көріп отырсыз, екеуміз ғана отырмыз. Шақырған қонақтарыңыз, министрліктен шақырған адамдарыңыз жоқ. Ол қателерді қабылдау, мойындау деген ол жаңа біздің мәдениетімізде жоқ. Әрқайсысы тығылып, жаңа бос емес, біз жаңа жауап бере алмаймыз, қолымыз жетпейді дегенде қазір жаңа 9:30 уақытта әрине ол әрбір жаңа жауапты адамдар бәрі үйінде отыр, бірақ қолымыз жетпейді. Ол біріншіден. Екіншіден, мысалдармен келсек, мысалы жаңағы дамыған елдерде ақпаратты осылай таратып жүрген үшін жай ғана бір компанияның ішіндегі адамдардың ақпараты шығып кеткен. Ондай тәжірибе өте көп. Бізде елдің азаматтарының ақпараты тарап кетіп отыр бұл жерде. Дүние жүзінде ондай тәжірибе өте көп. Ондай кіші компания емес, үлкен компаниялар жабылып, банкрот болған тәжірибе өте көп. Мысалға, дүние жүзінде ең үлкен жаңа пара төленген, мысалы Facebook компаниясы 5 миллиард доллар ғой деймін, ұмытпасам, пара төленген. Дүние жүзінде ең үлкен. Пара дегенде айыппұл төленген. Айыппұл төленеді,
Одан кейін жаңа Америка елінде бір медикалық компания денсаулықпен айналысатын, жаңа өзінің жаңа аурумен ауырған азаматтардың жаңа деректері жоғалғаннан кейін әрбір азаматтың ауру туралы әрбір азаматтың жаңа ақпаратын бағалап, ол бағалап көбейткен кезде жаңа клиниканың жаңағы клиенттермен көбейткен кезде ол жаңа компанияның бағасынан асып кетті. Сондықтан ол компаниялар жабылады. Сол үшін жаңа дүниежүзінде дамыған елдерде ақпараттық қауіпсіздік өте маңызды. Өйткені ол біріншіден жаңа паралары көп, одан кейін сотталып кетуі де мүмкін, одан кейін компанияның жабылуы мүмкін, ол өмір аяқталды деген сөз. Ал мысалы Қазақстанға қайтып келетін болсақ, не деген қаншама деген өзіміздің деректеріміз жоғалып жатса да, біз әлі сондай қатал жауапкершілікті көрген жоқпыз. Асып бара жатса жаңағы бір айып төленеді, 10 мың теңгені жүйе шығар, сол енді 10 мың теңге, 20 мың теңге шығар, енді асып барса ол жаңағы адамды жоғалтқан ақпаратымен бірге салыстыруға әрине де болмайды, біріншіден. Екіншіден, дүниежүзінде жаңа ақпараттың жеке деректерді бағалаған кезде сіздің мысалға жеке деректеріңіз, жеке ақпараттарыңыз сіздің өзіңіздің бір жылда табатын ақшаңызбен теңестіреді. 10%-мен жаңағы. Сондықтан әрине әрбір адамның табатын ақшасын 10%-ын теңестіретін болсаңыз, онда түгел елдің жаңағы ақпаратын, азаматтардың ақпаратын санайтын болсақ, түгел өзіміз еліміздің жылына табатын жаңағы орысша айтқанда ВВП дейміз, 10% болып теңестіреміз. Сонда біздің Қазақстандардың жаңағы өзіміздің жылда қолданушылар шығаратын жаңағы ақшаға аударатын болсақ, онда қанша болады? 2 триллионға теңестіруге болады бағасын. Сосын қара нарықта сол бағасы сол дөңгелекте болады. Түсінікті. Ғизат мырза, бірінші сізден бастасақ, сосын Назерке ханым сізде қосылсаңыз болады. Сіздер қандай пікір білдіресіздер? Жалпы деректердің бұзылуы осыған қатысты? Мен бұл жерде қайырлы кеш, Арман мырзамен толық келісем. Барлық ойы менде солай ойлаймын. Бұл жерде әрине қазір шетелдегі батыс елдерінде болған осындай хакерлар атака жасаған кездерде естісеңіздер, бұл жерде көбінесе компаниялар болады. Және де ол ақпараттар адамдардың телефондары емес, аты жөні емес, обезличенный данные дейді ғой. Ал біздегі кезде енді өкінішке орай бізде логин парольдар да жүр, мынау қытайлықтардың бізден ұрлаған ақпараттардың ішінде. Сондықтан мен ойымша өте үлкен сұраныс болу керек сол ақпараттарды жіберіп алған мекемелерден. Және де қазір стартап дәуірі осыдан 3-4 жыл болды, Қазақстанда дамып келе жатыр. Өте көп бізде мобильді қосымшалар да бар, өте көп қызметтер де бар. Олардың барлығына осы ақпараттық қауіпсіздік жөнінде кішкене қатыгез болу керек. Міндеттемелер қою керек па, мысалы, міндеттемелер? Әрине, қазір бізде заң бар, бірақ ол заң жүрмей ма? Жұмыс істемейді ма, әлде қалай? Әлде әлсіз ба? Ол заң 2013 жылдан бері бар, ал ақпарат 21-22 жылдары жаңарып кетті. Заңды кішкене енгізу керек. Қатаңдату керек, Кешіріңіз. Қатайту керек, қатаңдату керек заңды. Әрине, кез келген студент болсын, кез келген кішігірім стартап болсын, қандай да бір ақпарат жинайтын болса, соған кішкене дұрыс қараттыру керек. Назерке ханым? Қайырлы кеш баршаңызға. Мен өзім инженер-программист жөнінен тұрғысынан айта кетсем, осының барлығының қайдан шықты, дұрыс па? Осы жаңағы барлық информацияның жоғалуы, барлық нәрсесі, ол программист. Сен мысалға программистер программа жазамыз, біз сол информацияны аласың. Мысалы, адам тіркелген кезде приложениеда өзінің жеке информациясын салады. Ол ин болсын, телефон номер болсын, бүкіл нәрсесін. Ал одан кейін қайда кетті ол? Приложение жазған соң. Одан кейін оны программистер жасайды, әрі қарай оны сақтайды база данныға. Сосын әрі қарай оны шифрование жасамай ма, ол белгісіз. Бізде оны келісемін Ғизат мырзамен, өте бізде осындай ресми түрде информация қалай сақталу керек, соны нету керек, өте қадағалау керек. Мәселен, шетелде GDPR compliance деген нәрсе бар. Ол информацияны сен сақтайтын кезде бүкіл қалай сақтап жатсың.
менің жеке тәжірибеме келсем, компанияда жасаған кезде америкалық. Сонда бізде сондай GDPR compliance болды. Сенің әрбір информацияны қалай сақтап жатсың, ода encryption бар ма, шифрование әлде жоқ па? Өйткені база данныйға жай ғана сала салсаң, мәселен иінді, адамның аты жөнін, иінін, оны алу өте оңай. Өйткені және қазіргі хакерлер SQL injection деген бар, cross-site scripting деген түрлі осындай осындай түрлі хакинг дер бар, солар арқылы оңай информацияны алып алады. Сондықтан мен ойлаймын, біздегі мына стартаптар көбейіп жатыр, солай сияқты болғандықтан, бірақ ондай көп қарастырылмайды. Жаңағы разрабатывание жағынан. Соны көптеген істеу керек деп ойлаймын. Бір-екі сөз қоссам. Иә, бір айтатын жаңағы біз төмен жаққа түсіп кеттік. Негізі жоғары жақтан айтатын болсақ, ақпараттардың жоғалатын жаңағы ең көп жоғалатын жер үкімет. Өйткені біз атап атқан компаниялардың бірі үкіметтің жаңа компаниялары ғой. Біздің атап атқан жаңағы электронды жекеменшік компаниялар ғой енді ол. Үкіметтік компания. Билайн болсын. Ол Қазақтелекомның жаңа иесі Қазақтелеком үкімет болып тұр. Сондықтан жаңағы біздің жеке деректердің ең көп жиналған жер үкімет. Сондықтан ең көп жоғалатын жерде үкімет болып тұр. Сол біріншіден жаңағы біз инженер емес, жаңағы жеке компания емес, үкіметтен бірінші бастау керек та қадағалауды. Сұрақ Арман мырза, бұны қайда қолданады? Бұл не істейді жалпы деректермен? Окей, алды дейік, мысалға. Не істеуі мүмкін деректерді? Оның ішінде қай жағдайда қалай қолданады? Алған хакер. Ұрлаған адамдар, Ұрлаған адамдар. Әрине, біріншіден оның пайдалану түрлері көп. Ол біріншіден жаңағы алаяқтар пайдалануы мүмкін. Хакинг дейміз. Біздің ақпаратымызды мен парольдарын білгеннен кейін мен өзім жеке кабинеттердің парольдарын пайдалану мүмкін. Төлем жүйесі. Төлем жүйесі. Адамдар бір парольді бәр жерде пайдаланғаннан кейін жаңағы мен поштама қол жетуі мүмкін, Google сервистеріме қозғалатын жеріме және басқаларына. Ол біріншіден. Екіншіден бұл аталып жатқандай бұл барлау органдарында ішінде жүрген азаматтардың жаңағы нөмірлерін тексеріп, оның ішінде жаңа ұлттық қауіпсіздік комитетінде шекара қызметкерлерінің және үкіметте істейтін қызметкерлер азаматтардың жаңағы нөмірлерін тауып, олар кіммен хабарласатын, қандай ақпараттар жолдайтын, және олар әңгімелерінде тыңдауға мүмкіндіктері бар. Сондықтан ол қазір өзіңіз білесіздер, қазір елдің бәрімізде телефон, мен алдымда сіздің алдыңызда телефон жатыр, бірімізбен хабарласамыз, телефон соғамыз, өмірімізде телефон қосып кетті ғой. Сондықтан дүние жүзінде, Қазақстан елінде не болып жатқан, оның ішінде біздің азаматтар ғана емес, қарапайым азаматтар ғана емес, жаңағы үкімет жұмысында істейтін басшылар және басқа, оның ішінде шешім қабылдайтын саяси адамдар да болуы мүмкін ғой. Сондықтан ол кеңірек қарау керек та, ол барлық азаматтар болғандықтан, оның ішінде жаңа сорттауға болады. Жалпы сонда енді біз жаңа сіз дұрыс айттыңыз, телефонға ауысып кетті өміріміз. Енді реалды өмір сияқты болып бара жатыр да, бұрынғыдай кездесіп емес, әлеуметтік желі арқылы немесе WhatsApp деген сияқты. Не істеу керек сонда қарапайым адам? Қарапайым адамға сіз бұзбау үшін. Енді ол қарапайым адам, окей, қарапайым адам деген кезде, қарапайым адам қатты бір қауіпті де болмауы мүмкін. Бірақ сіз айтып отырсыз, жаңағы үкімет мүшелері кез келгеннің кіріп оқу мүмкін деп отырсыз да? Ол векторларын айтамыз. Қалай қорғану керек сонда? Қарапайым адамдарға әрине ол кибергигиена деп сіз басында айтып кеткендей. Әрбір сервисқа әртүрлі жаңа парольдар пайдалану керек. Одан кейін жаңа қосымшалар жаңарту мүмкіндіктер болса, оны әрине жаңартып тұру керек. 2-3 жыл сайын жаңа өзіміздің құралдарымызды жаңартып тұру керек. Жаңа телефон болса, ескіден жаңаға ауыстырып тұру керек. Операциондық система болса, оны жаңартып отыру керек. Танымалы жаңа сілтемелер болса, оларға кірмеу керек. Ең оңай жолдары жаңағы негізі алаяқтардың шабатын. Ол сізді адаммен хабарласып, адамды алдау. Бірақ оны адаммен хабарласып алдап, адамды сендіру үшін, ол үшін жаңа бастамды жаңа ақпарат керек. Сізбен деректер керек. Әрине. Сіздің атыңызды атамай, мысалға менімен хабарласып, сәлеметсіз бе, мен жаңағы сервистанмын, жаңағы такси сервистан, маған ақша жіберсеңіз бола ма дегенде, мен әрине сенбеймін. Ал мысалға сіз жаңа ғана мен таксимен отырдыңыз, сіздің атыңыз Арман екен, осындай деректі мен сізге келіп едім, осында маған ақша жіберсеңіз бола ма деген, немесе мен туысқандарым, немесе сіздің жаңа балаларыңыздың нөмірлерін біліп, оқитын жерлерін біліп, сол толық ақпараттарды білетін болса, әрине сізді алдау оңайырақ болады. Алаяқтарды айтып жататын болсақ.
Сондықтан қазіргі өзіңіз айтқандай деректерді жаңағы барлық деректерді білетін адамдар бүкіл дүние жүзінің жаңағы не істеп жатқанын біледі дегендей. Сондықтан ақпараттар табу қазір екінші мұнай деп жатыр ғой ақпарат. Сондықтан елдің бәрі жаңағы дүние жүзінің жаңағы барлау органдары барлықтар жаңағы хакерлер болсын ақпараттар жинайды, ақпаратты жаңағы сатса да, пайдаланса да, одан кейін басқа сервистерге не қылса да болады. Ғизат мырза, Назерке ханым, сіздер де кірісіп отыра беріңіздер еркін түрде әңгімеге. Қараңыз, енді қазақстандықтардың енді қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жалпы жаңа Ғизат мырза айтып кетті ғой, 13-тен бері заң жаңаланған жоқ, мүлдем бір қорғалу. Біз жасауымыз бар да, бір жаңашылдықты, бір нәрсені енгізуіміз, бірақ оны қорғану, ол кибератакадан болсын, басқадан қорғану шаралары мүлдем жасалған жоқ деп келтірді да. Сіз енді бұрын осы салада істедіңіз, үкіметтік қызметте де істедіңіз, иә? Қандай қадамдар жасалып жатыр қазір? Мысалы, ауыз толтырып айтатындай, міне осы мәселелер өзгерді дейтіндей. Негізі жаңағы айтқандай заңға 10 жыл болса да, жаңа өзгеріс болмады деген ол кішкене жаңа ақпарат жетіспеушілік деп ойлаймын. Негізі жылдан жылға заңды қатаңдандырып жатыр, өзгерістер енгізіп жатыр, бірақ ол жеткіліксіз болып тұр біріншіден. Екіншіден өзіміздің жаңа... Сіз енді Царкан басқарыңыз, иә, Царкада басқарым, жұмыс істеген. Неге сол кезде енгізбедіңіздер деп? Царка ол өкіметтік емес қой компания, жеке компания. Окей. Иә, бұл жеке компания болғандықтан бұны хабарлап жатырмыз. Мысалы, осы Қытай елдері ақпараттар жоғалғанын Царка хабарлады. Сіздер хабарладыңыздар ма бірінші? Царка хабарлады. Сіз сол кезде басшысы болдыңыз? Жоқ, қазір хабарлап жатыр ғой. Бірақ сондықтан өкімет емес, жеке компаниялар хабарлап жатыр. Өкімет үндемей отыр. Негізгі өкімет өзі хабарлау керек еді. Осындай ақпарат табылды 2 жыл бұрын. Екіншіден жаңа сұрағымызға қайтатын болсақ. Ажиотаждан қорқа ма? Сонда министрлік қалай? Жауапкершіліктен қорқатын шығар, білмеймін. Негізі сол 2 жыл бұрын ақпарат жоғалғаннан кейін әрине өзіміздің азаматтарға келіп ашық түрде айту керек еді. Құрметті азаматтар, осындай біздің деректеріміз жоғалып жатыр. Сондықтан өздеріңіздің парольдарыңыз болсын, осындай операторды пайдаланған болсаңыз, жаңағы деректеріңізді ауыстырыңыз, номер ауыстырыңыз, мысалға сізге маңызды болса, неше түрлі амалдарыңызды істеңіз дегендей ақпарат болсын. 2 жыл өткеннен кейін әрине ақпараттың бәрі жоғалғаннан кейін кеш болып тұр. Бұл біріншіден. Екінші жаңа сіз айтып жатқандай системалық өзіміздің қателер болса, жаңа заңдарды өзгертіп жатыр, бірақ өзіміздің үкіметімізде бір күрделі қате бар. Қандай қате? Күрделі қатеміз бізде цифрландыруға жауап беретін орган және кибер қауіпсіздікке жауап беретін орган бір жерде болып тұр. Сонда өз-өзін жаңағы тексереді. Өз-өзін тексеру керек те, әрине ол өз-өзін тексермейді. Жоқ, тексеру де мүмкін, бірақ кейбір кемшіліктерді ашық түрде айтпау да мүмкін, иә? Минустарды көрсетпеу мүмкін деген да? Ол мысалға білім және ғылым министрлігі, оқу ағарту министрлігінің контролі бар, өзінің сапасын өзі қадағалайды деген. Сол сияқты ғой, иә? Сол сияқты, бірақ та біріншіден сіз бір қолмен жаңағы цифрландыруға дамытуына жауап беретін болсаңыз, екінші қауіпсіздік болса, қауіпсіздік жаңағы сіздің цифрландырудың жылдамдығын тоқтатып отырады. Өйткені әрбір системаны енгізген сайын қауіпсіздік жаңағы қателері болады, жаңағы сұрақтар болады. Сіздің ойыңызша қалай болу керек? Ол бөлек органда болу керек. Қазір мысалы бір жерде болса, екеуін екі жерге жіберу керек. Бір-бірімен жаңағы қатыспайтын. Бұл ұлттық қауіпсіздік бөлек, прокуратура бөлек, антикор бөлек деген сияқты ғой? Иә, сол сияқты. Мысалға біз деген экономика министрлігімен, финанс министрлігімен жаңағы бірге санау комитетін бірге қосатын болсақ, әрине ол ештеңеден қорқпайтын болады. Келісем. Ғизат мырза, сіз пікір айтқыңыз келіп отыр ма? Иә, бағана мен айтқаным, заң әрине жаңарып отырады. Мысалы, соңғы рет қателеспесем желтоқсан айында жаңарды, бірақ мен айтқым келгені соны қолданысқа енгізілсе деген ой болған еді. Ал Арман мырзамен келсем, тіпті екі орган емес, тағы да бірнеше орган керек. Мысалы, армияның өзінде неліктен біздің қорғаныс министрлігінде сондай бір өкімет болса да, агенттік бір сыртқа қарап отыратын. Бізде барлау қызметтері бар, ол жерде де соны күшейтсе. Және олардың бәрі бір-бірімен осып, бір үстел үстіне отырып, бірге жұмыс істесе, әрине бір-бірлерінің жұмыстарына қарап, бір-бірлерін тартып, кішкене жақсарады деген, егер үлкен жақтан қарасан. Ал бірақ бұл сұрақ енді тек бір жақтан емес,
ар жақтан қарау керек, біздің кадрларды дайындау керек астынан. Түсінікті. Университеттерден осындай тек заңмен ғана емес, жан жақты қарау керек. Түсінікті. Назерке ханым, алып қосарыңыз бар ма? Мен толығымен келісем, түрлі деңгейлер болу керек қой, этаптар, мәселен, жаңағы кадрлар бойынша, өйткені бізде көп салада жоқ кибербезопасность деген бізде өте аз сияқты, программирование, компьютерная система и все, да. Жеке осындай магистратураға немесе осы бакалавр ретінде қарастыру керек, осыны үйрететін қазіргі программистер бар, бірақ олар білмейді қауіпсіздікті қалай істеу керегін, сондай сияқты. Ал кейіннен жаңағы государство, мемлекет, үкімет деп жатырмыз, ол жағынан да бар. Бірақ оның ортасында осы бір-бірін теңестіретін және басқа да бір органдар болу керек те. Сонда мықтырақ болады деп ойлаймын. Түсінікті. Арман мырза, мысалы, біраз уақыт бұрын менде осы салаға жауап беретін министр Бағдат Мусинде қонақта болған, уәде жобасында. Сол кезде жай ол кісіден қызығушылық ретінде сұрадым. Жалпы жеке компанияларға адамдардың деректерін беру мүмкіндігін пайда қылу мемлекеттің министрлік тұрғысынан қаншалықты бұл дұрыс деген кезде, ол кісі менің идеям және мен бұны қолдаймын деді. Сіз қалай ойлайсыз? Мысалға, мен үшін бұл біраз күдікті да, себебі егер ол жеке компания қаржылық ұйым болатын болса, және ол белгілі бір тұрғыда кредит немесе басқа, егер соңғы ақпараттарды қарасақ, бізде кредиттің өскенін, проблемалық кредиттердің, адамдардың қайтара алмай жатқанын, немесе онлайн карталардың өте көбейгенін бірнеше есе, мобильді қосымшалардың да көбейгенін қарасақ, сәйкесінше сұрақ туындайды ғой, мысалға, ол күдік тудырады да, қалай деген сияқты да. Егер менің дерегім тек қана ЕГАФ деген сияқты мемлекеттік қорғалған деп айтайықшы, мемлекеттік жүйеде ғана тұрса, менде біраз қауіп аздау болар еді. Қалай ойлайсыз, жеке деректерді, ол мысалы жеке куәліктен бастап барлығы, ол көлік жүргізу куәлігі, медициналық деректеме, психологиялық, тіпті барлығы қосылып жатыр да қазір. Сізде бір келіспейтін жерім бар да, негізі сол сұрақтарыңыз ішінде бір жауабы жатыр да. Айтыңыз. Біз жаңағы бір адамның ойына емес сүйенген кезде, біз заңға сүйену керекпіз. Мен соны айтыңызшы, иә. Сіз мысалға жаңа айтып өттіңіз, жаңағы банктерге беруге болады, кіші компанияға беруге болмайды. Жоқ, мен айтқан жоқпын. Қаншалықты ол беру дұрыс деп айтып отыр. Жоқ, сұрақты солай істейміз. Мысалға қазір қалай істеліп жатыр? Үлкен банктарға біздің ақпаратымызды беріп жатыр. Каспий банк, Халық банк және басқа банктарға беріп жатыр ақпаратымызды. Оларға жарнама болып жатыр деп па? Аха, айта беріңіз. Жаңа атын айта беріңіз. Айта беріңіз. Бізде 1,5 минут қалды тек. Бірақ кіші компанияларға рұқсат бермей жатыр. Негізі конституция бойынша біз бәріміз теңбіз. Сондықтан беретін болса бәріне беру керек, бермейтін болса ешқайсысына бермеу керек. Қазіргі кезде жаңа банктарға қосқан кезде ол жай меморандум арқылы берген екен. Иә. Жерде белгілі бір заңды құжат жоқ. Негізі заңсыз. Қазір заңсыз берген. Заңсыз. Жаңа банктарға беріп жатқан ақпаратымыз заңсыз, бірақ сонымен бірге кіші компаниялар келген кезде сізге ақпарат бере алмаймыз дейді. Ол да заңсыз. Біреуіне берсең, екіншісіне беру керек. Бәрі тең болу керек. Бермесең ешқайсысына бермеу керек. Немесе бір тәжірибе болу керек, жаңағы сол тәжірибе бойынша бәріне бірдей береміз енді. Қазіргі бойында мысалы банктарға береміз, өйткені олардың қауіпсіздігі жоғары дейді. Қандай қауіпсіздік егер біз Кейсел мен әрине ешқандай. Билайнның өзіміздің заңы бойынша тәртібі бар. Ол тәртібін жаңа банктар орындалмаған. Бірақ кіші компанияларға біз сіздерге сенбейміз дейді. Сонда бір адамның ойына біз сүйеніп отырмыз да, ол адам сенеді, сенбейді, жаңа біреумен дос емес деген. Сондықтан дұрыс емес болып тұр да. Түсінікті. Біз бұл тақырыпты әлде талқылаймыз, Арман мырза. Өзіңізді жеке бір талқылауға шақыратын боламын. Себебі жеке біз үшін, құрметті көрермен, жалпы кез келгеніміздің дерегіміз бар, әлеуметтік желіде болсын, барлығымыз қолданамыз. Бүгін кезде енді заң нормаларына сәйкес киберқауіпсіздіктің осал тұстары туралы көп айтылып жатыр. Бірақ алайда жыл сайын осы мәселенің шешіміне қатысты нақты бір ұсыныстарды көрмей жатырмыз. Себебі ертең қандай қауіп туатынын да бізге ешкім ашып айтпайды. Біз бұл саланы енді бақылауға тырысамыз, мүмкіндігінше журналист тұрғыдан талқылауға тырысамыз. Бұл саланы бақылауға тиіс уәкілетті органды заңнамалық деңгейде анықтау да өте маңызды, жаңа Арман мырза айтпақшы. Сондай-ақ дербес деректердің
осылай шығып кетуіне жол берген ұйымдардың жауапкершілігін де белгілеу қажет деп есептейміз. Аман болыңыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет сізге.